күшті ручка қойш. Әкеш неше сатып алды? Қойш, тамаш. Мен 750 теңгеге сатып алдым. Ал мен 2000 теңгеге сатып алдым. Қара сен жүріп жаңа ручка қой, Иә. Вау, қандай қыздар да күшті. Менде де сондай ручка болса ғой, мына ручкам сынып қалды. Ой, немене ручка ұстап алғансың? Мен сенімен бірге отырмайын. Сен қазір кезекшісің ғой, бар тақтасын. Қазір мұғалім ұрсады ғой саған. Қойшы мен түк істерім келмейді. Мен ручкам қараш күшті ма? Иә. Онша сен бүгін тақтап жүрсің, мен кезекші мен шыққым келмейді. Мен саған ручкам берем. Рас па? Әрине рас. Жарайды. Не істеватсың? Мен тақта сыртып жатырмын. Маған үндеу айтқан, сен менің орныма тақта сыртып берсең, мен саған қалам берем деген. Олай болмайды ғой. Біз кішкентай кезімізде ондай болсақ, біз өскенде жаман боламыз. Балалар, олай істеуге болмайды. Одан да қаламды сыйласауға болады ғой. Шантөре досым, мен сенен көшірейші. Неге? Мен математикадан шығармадым. Мен саған босқа берем ба? Сен маған менен ертең бір нәрсе ал кел, ұмытпай. Мамаңнан түстейінде сұрап ал кел. Сол кезде мен саған көрсетемін, жарай ма? Жарайды, онысы. Өй, Жантөре, ол болмайды ғой. Неге одан ақша сұрап? Одан да көмектесші соған. Жарайды, сен көбірек екен. Айдар, әкел, мен саған түсіндірейін маған мақсатым.